Скат пен Флайарстанды онша қатты месіне бермейді достар. Өйткен болам. Құрметті жолаушылар, Скат әуе компаниясының Алматы Шымкент бағыты бойынша Скат пен Флайарстан ғой біздікі. Ар жақта карго деген самолеттер өте үлкен екен. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Рама. Достар, бүгінгі мен түсіріп жатқаным бүгін бірінші влогтың басы, сағат бізде ровно 6 болды таңғы. Бөлме қарап тұрғандарындай шашылып жатыр енді. Қарандар, терезені алдым. Компымызға қарандар. Вот Logitech деген ұзын, мынандай үлкен коврик алдым и Wi-Fi алдым, кесел аутлеттің. Осы Wi-Fi-ді жақында алдым, жақында бұйыртса енді плотный YouTube пен TikTok-қа отырамыз. Мені сол жақтан күтіңіздер достар. Братишкам ұйықтап жатыр. Батырхан, тұрмайсың ба? Родной, тұрсай. Сабаққа барасың не? Бұл достар сабаққа барады қазір. Мен осындай болып, сағат 6-та кетіп бара тұрмын Қызылордаға. Қазір менде таңғы рейс сағат 8-де. Бетейік достар, мен қазір такси шақырайын. Сағат 6 болды, 2 сағат қалды. Қазір примерно аэропортқа барам дегенше сағат 2 сағат өтеді. Сондықтан аэропортта жолайық. Достар, аэропортқа келдім, міне. Түрім деген әбіш кеткен шығар, бағана 6-та тұрдым да, асықтым аэропортқа келгенше. Артымда аэропорт тұр, Алматы қаласының аэропорт. Достар, неге асықтым мен? Себебі өзім біріншіден түнімен ұйықтамадым, самолетқа кешіп қалады шығарым деп. 6-та асықтым да аэропортқа келдім, аэропортқа келіп ары қарай жалғастырайыншы видеомды деп. Міне жалғастырып жатырмын достар. Мен аэропортқа неге келдім достар? Себебі мен Қызылордаға кетуім керек. Қазір бұйыртса сағат 8-де отырамын, онда Қызылордаға жетемін достар. Қызылорда қаласынан бізде неше түрлі влогтар күтеді. Қазір бұйыртса мен қызымның туған күні бір жағынан, сол үшін баратырмын достар. Айтсам болады, кішігірім демалыс. Солай түсіндірейінші, кішігірім демалыс. Ары қарай жалғастырамыз достар. Достар, аэропорттан кіре берістегі көрініс. Аэропорттың ішін қараңдар, үлкен, өте үлкен. Аэропортта мен өзім бірінші ретпін еше, аэропортта бірінші ретпін. Білмеймін қайқа баратынымды. Халықаралық рейстердің ұшып келуі дейді. Ұшып келуі емес, бізге не керек, бізге өзі. Достар, бірінші бізге ресепшнға бару керек, не болса. Сондықтан сұрап алайық, қайқа баратынымыз, не істейтініміз. Өйткені бірінші рет біз достар, самолетқа бірінші рет отырамыз, сондықтан ресепшнға барып сұрап алайық. Достар, эскалаторда кетіп бара жатырмын. Жаңа ресепшннан сұрайын ғой, Флайарстанға қай жақтан мінем десем. Флайарстан дейді ғой, бейт түрін ыржытып ше бейт. Менсінбеген сияқты ғой. Флайарстан екінші жаға көтерілесің. Мінесің да екінші кабинетке дедім, екінші кассаға дедім, өтесің деді. Андай Флайарстанға мінетіндер менсінбейді екен бұяқта. Бұяқта менсінеді андай Эйр Астана, білмеймін. Скат пен Флайарстанды онша қатты менсіне бермейді екен достар. Өйткені билеттер арзан ғой. Екінші жаға көтерілдім, мұна яқ шытырман ғой достар, қарандар. Кинолардан көргендегідей болып жатыр, қарандар. Лабиринт, один домадағыдай. Сендерге көріне ма, камера жеткізе ала ма? Іші деген сондай үлкен достар, енді айтып жеткізе алмаймын. Яқта Turkish Airlines, қарандар, Air Астана, анықтама, не деген лабиринттар мына жақта деген. Сұмдық. Мен де келатырмын қазір. Көтерілесің, тіке жүресің деді. Флайарстанның будкасын тауып алу керек қой бізге. Сол жақтан біз информацияларды сұрайтын боламыз достар. Қазір жалғастырамын ары қарай. Достар, видео түсіре алмай жатырмын, адам көп жан жағымда. Қараңдар. Ана жақта жай намаз бар екен достар. Жай намаз оқитындар, жай намаз бар екен. Достар, мына жақта барлығы необычный адамдар. Обычный адамдар жоқ, барлығы необычный, богатый мышлениемен достар. Ана жақтан, главный корпустан кірдім да мен, именно внутренний полетқа жіберді, ішкі рейстарға, внутренний рейсы дегенге жіберді, ішкі рейс, яғни Қазақстанның ішіндегі рейстарға. Мен осы жаққа келіп, Қызылордаға, Қызылорданың самолетін Флайарстан тауып алып, досмотр өтуім керек екен. Өткен мен регистрация жасап қойдым онлайн. Қазір маған досмотр өту керек достар. Досмотр дегеніміз ол сумкамызды тексереді, килограммын тексереді. Бізде қауіпті заттар жоқ па, ұшуға арналған, соның барлығын тексеретін болады достар. Досмотрдан өтіп жалғастыратын боламын сендерге. Достар, досмотрдан өттім, сумкамның барлығын тексерді. Үстімді, ременіме дейін шештім достар.
короче металлический заттардың бәрін тастап кіреді екен да досмотрға. Досмотр кезінде камераға түсіруге болмайды екен. Сосын процесс түсіре алмадым сендерге, достар. Құрметті жолаушылар, Каратэ компаниясының алматы Шымкент бағыты бойынша 26 рейстің аяқталды. Сөйлеп алсын, айтам. Все, сөйлеп болды ме? Все, достар, сөйлеп болды, қараңдар. Досмотрдан өткен кезде мен SPF-імді алып қалды, короче. Андай банкада болды SPF, пш деп себетін. Оның сыртында жарылады деген знак болды да. Жарылуға қаупі бар деген знак болды. Сол үшін SPF-імді алып қойды менің. Келесіде, достар, если бірінші полеттарың болса, мен сияқты андай жарылғыш любой заттың сыртында жарылуға қауіпті деген знак болады екен негізінде. Сол знакқа қарап аэропортқа алып шығасыңдар ғой. Если сондай знагы болса тастап кеткен жөн екен. Менде сопровождающий болған жоқ, қасымда соған бере салатын. Бір өзім келгеннен тастап кеттім енді. Ол зат не болады десем мусорға кетеді дейді. Новый SPF-ім мусорға кетті, короче, осындай. Досмотрдан өттім. Енді қазір ұшаққа отыратын боламын. Құрметті жолаушылар, SkyTravel компаниясының Алматы Шымкент бағыты бойынша 26 рейстің аяқталуда. Достар, естіле ма, естілмей ма білмеймін. Жан жағымда самолеттің дауысы деген өте көп. Самолетті көрсетсең сендерге сырттан Flyartstan'ды. Ар жақта карго деген самолеттің өте үлкен екен. Ана жақта тау басталып жатыр, тау, дала, тұман, бұл Алматы әуежайы, Алматы аэропорт. Вот осындай вайб, достар. Адамдар самолетқа кіріп жатыр. Flyartstan, flyartstan.com моторы. Вот осындай. Біз ар жақтан кіреміз, достар, кеп. Ар жақтан емес, ар жақтан кіреміз. Бұлай бар деп, өлі. Ауыл, достар. Ауыл. Маяқпен бар деп атыр ке оны, ар жағымен, ар жағымен. Достар, отырдым самолетқа. Ортасына отырып қалғансың, ортасына. Терезенің қасына емес, ортасына. Қаранда терезені қарандар. Қаншадан кетті. Терезедегі көрініс. Осындай отыр. Анау КЛМ карго деген ең үлкен самолет ойым вроде. Дәу екен. Ең үлкен самолет ау деймін дегенде. Қазақстандағы емес вообще. Осы аэропорттағы мен көріп тұрған, яғни КЛМ карго қай мемлекетке баратын самолет екен, өте үлкен. Бізді Flyartstan қасында ойнамай қалды ғой. Ортасында.
смысле ма, туалеттемін? Есік. Құрметті жолаушылар, орындық айтасы ыңғайыңызға қарай реттеп жайғасуыңызға болады. Қауіпсіздік мақсатында байлау белгілеріңізді анықтауыңызды сұраймыз. Жүк сөресін шарбасы қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін сіз мәзірге сәйкес өнімді сатып ала аласыз. Сайтта рәсімделген. Достар, уже Қызылордадан сәлем. Так, бағана 2 сағат бұрын Алматыдан міндік Қызылордаға. Уже 2 сағат өтті. Сағат қазір көрсетейін. Так, сағат қазір бізде 10:45 кетті. Мен жаңа сразу самолеттен түсе сала туалетке кіріп шықтым. Шамалы ретке келейін деп ұйықтаған ба 2 сағат бойы. Сөйтіп енді кеп қазір самал өз-өзіме түсіп жатырмын ұйқыдан тұрып. 2 сағат ұйқыдан тұрып. Қазір енді такси шақырып берсе үй жаққа баратын боламыз. Все, в принципе, келіп алдық Қызылордаға. 2 сағатта. Менің бірінші полетім сәтті аяқталды демей-ақ қояйын, Аллаға шүкір. Барлық полетім сәтті аяқталсын. Лайым. Бірақ бірінші полетім өзіме қатты ұнады, достар. Самолетке отырды, сіздерге де советую. Так, студент қыздар болса, который қаласына поездбен, автобуспен, таксимен баратын. Бір рет самолетке отырып көруге болады екен негізі. Сіздермен бірге болған достар, Рама. Давайте аман сау болыңыздар. Видеоға лайк басып келіп кеттіңіздер.